Сәлеметсіздер ме? Сіздер киімнің қалай пайда болатынын ойлап көрдіңіздер ме? Бүгін біз тігіншіге қажетті негізгі құрал жабдықтармен танысамыз. Тігіншінің ең басты құралы тігін машинасы. Тігін машинасы екі түрге бөлінеді: өндірістік тігін машинасы және тұрмыстық тігін машинасы. Сіздер көріп отырған өндіріске арналған тігін машинасы. Тігіншінің келесі құралы қайшы. Қайшы екі түрлі болады: мата кесетін қайшы және қағаз кесетін қайшы. Кәсіби тігіншінің қайшылары өткір, жақсы болу керек. Ине мен жіп. Ине екі түрге бөлінеді: қол инесі және тігін машинасына арналған ине. Ал жіпке келетін болсақ, жіптің сапасына қарай таңдай білуіміз қажет. Тағы бір маңызды құрал өлшеу таспасы. Бұл құрал адамның дене өлшемдерін дәл алуға көмектеседі. Сонымен қатар бор немесе белгілеу құралы. Бұл арқылы матаға қажетті сызықтар түсіріледі. Ол тігу барысында қателеспеуге көмектеседі. Ал енді үтік. Үтік тек киімді тегістеп қана қоймай, тігістерді орнықтырып, бұйымға ұқыпты көрініс береді. Түйреуіштер де өте пайдалы. Олар матаның бөліктерін уақытша бекітіп, сырғып кетпеуіне қамтамасыз етеді. Тігінші тек негізгі құралдармен ғана шектелмейді. Жұмысты жеңілдетіп, сапасын арттыратын көптеген қосымша құралдар бар. Қосымша құралдар: сызғыштардың түрлері. Жіп кескіш құралы, жіп сөткіш құралы, арнайы табаншалар, оймақ, кертпе жасайтын құрал, лекалдарды кесетін құрал және арнайы қалып немесе манекен. Осы құрал жабдықтарды салатын арнайы қорапша. Сонымен сіздер тігіншіге арналған қажетті құрал жабдықтармен таныстық.